Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге табиғаттың керемет сыйы гвоздиканың, яғни түймешетеннің денсаулыққа пайдасы туралы айтып беремін. Шағын ғана дәмдеуіш үлкен емді қасиетке ие екенін білесіз бе? Гвоздика тек ас үйде ғана емес, денсаулық сақтау мен энергияны арттыруда да таптырмас құрал болып табылады. Ең бірінші, иммунитетті күшейтеді. Гвоздика табиғи антисептик. Оның құрамындағы евгенол заты бактерия мен вирустарға қарсы күшті әсер етеді. Күз, қыс мезгілінде шайға қоссаңыз тұмау мен суық тиюден қорғайды. Екінші, тіс ауруына қарсы. Ежелден бері гвоздика майын тіс ауырғанда, ауырсынуды басу үшін қолданған. Ол ауырсынуды жеңілдетіп қана қоймай, ауыз қуысын залалсыздандырады. Қазірдің кезінде көптеген тіс пасталар мен спрейлердің құрамында гвоздика бар. Ас қорытуға көмектеседі. Іш кебу, асқазан ауырса, гвоздика шайы ас қорытуды жақсартады. Ішектегі зиянды бактерияларды жояды. Төртінші, табиғи антибиотик. Гвоздика майы теріге, тырнаққа, буынға арналған табиғи көмекші. Суық тигенде буға салып, қосып иіскеу арқылы тыныс алу жолдарын ашады. Бесінші, энергия мен көңіл күйді көтереді. Гвоздиканың хош иісі жүйке жүйесін тынышталдырып, миды белсенді етеді. Күн сайын аз ғана мөлшерде қолдану энергияны арттырып, сергектік береді. Менен кеңес болсын. Көп мөлшерде қолдануға болмайды. Жүктілік кезінде немесе асқазан жарасы бар адамдар дәрігермен кеңесіп қолданылу қажет. Және қосымша тәсілдер. Қалтаңызға 1-2 гвоздиканы салып жүрсеңіз, ангина мен тұмаудан сақтайды. Яғни 1-2 дананы аузыңызға салып сорып жүрсеңіз, тамағыңызға ауыздың ішіне сақтап қойсаңыз, ангина мен тұмаудан сақтайды. Балаға қайнаған суға 1-2 түйір гвоздика салып, суын берсеңіз, тұмау мен жөтелге қарсы табиғи ем болып табылады. Қорытынды, гвоздика жай ғана дәмдеуші емес, табиғаттың шипалы қазынасы. Шайға, тағамға немесе май түріне қолданып көріңіз. Пайдасын міндетті түрде байқасаңыз, маған жазыңыз. Егер пайдалы болса, видеоны лайктап, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және пікірде сіз гвоздиканы қалай қолданылатыныңызбен бөлісіңіз.